Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Менің ат жөнім Дошманов Айдос Қобландыұлы. Мен Ақтөбе автожол колледжінің арнайы пәндер оқытушымын. Енді бүгінгі сабақ бойынша, техникалық қызмет көрсету сабағы бойынша кезекті тақырып свеча зажигания деп айтады ғой, оталдыру білтесін ауыстыру бүгінгі тақырыбымыз. Соны қазір ауыстырып көрсетемін сіздерге. Ол үшін бізге кілт құралдар қажет болады. Сол кілт құралдарды алып алып, жұмысты бастаймыз. Бізде бүгінгі автокөлігіміз Toyota автокөлігі Camry. Соның свечасын ауыстырамыз. Ол үшін бізде автокөлік салқын күйде болу керек, яғни қозғалтқышы оталмай тұрған күйде, немесе жылы күйде. Автокөлік оталып келгеннен кейін свечаны алмастыруға болмайды. Бұл жерде защита пластмассы көтеріп алып тастаймыз. Бұл ештеңеге бекітілмеген, оңай жолмен алынады. Алып қоя тұрамыз. Сосын бізге керегі мына жерде катушка, зажиганияның катушкасы. Сол катушканы ағытамыз, оған бізге керегі 10-ші кілт керек. 10-ші кілт керек. Және катушкаға кетіп тұрған проводты ағытамыз. Катушканы аламыз. Енді бізге керегі свечной кілт керек. Сол свечной кілтпен свечаны аламыз. Міне, көріп тұрғанымыздай. Ал мен көріп тұрғанымыздай свечаны алдық, бірінші свечаны. Бұл жерден басын қарасаңызда, міне, әлі тозығы жетпеген бұл свечаның. Бұны салғаныңа 5000 километр болды. Бізге белгілі свечаны ауыстыру 25 000, 30 000 километр сайын ауыстыруымыз керек свечаны. Бұған тек 5000 болған. Бұны қайтадан орнына салуға болады. Сонымен свечаны қайтадан свечной кілтке орналастырамыз, дұрыстап. Сосын қайтадан орнына саламыз. Міне, свечаны қатайтып болдық. Енді алып катушканы қайтадан орнына саламыз.
шлей проводтың орнына жалғаймыз катушкаға. 10 шегелтпен қатайтамыз. Осылай әрбір катушканы, 4 катушканы алып, 4 свечаны аламыз да, новый свечалар болса орнына салып қоямыз.